Ерлі зайыптылар тез-тез жанжалдасып қала береді екен. Күйеуі: бір сөзден қалсаң қайтеді, күйеуім ғой деп басыңды иейін демейсің, депті. Әйелі болса: неге бас иеді екем? Күні бойы менен бір ауыз жылы сөзіңізді қызғанасыз, көңіл аудармайсыз, дейді. Өзің әрдайым уыңды шашып отырасың, қалай жақсы сөз айтайын, айып өзіңнен ғой. Осылай дау-дамайлары жалғаса береді екен. Екеуінің айқай шуынан мезі болған көршісі келіп: пәлен жерде бір жақсы данышпан кісі бар, соған барыңдар. Сендердің күрмеуі қиын мәселелеріңді сол кісі шешіп береді, депті. Ерлі зайыпты сол данышпанның алдына барыпты. Данышпан әуелі күйеуінің, сосын әйелінің мұң шағымын тыңдап, екеуіне де екі парақтан ақ қағаз беріпті де: мәселелеріңді шешіп беремін. Тек осы қағазға бір-бірлеріңнің көңілдерің толмай жүрген кемшіліктеріңді жазыңдар, деп екеуін екі бөлек бөлмеге кіргізіп жібереді. Әйелі 1,5 параққа күйеуінің кемшіліктерін жазыпты. Күйеуі 2 параққа да жұбайының кемшіліктерін жазып тастапты. Бірақ сонда да кемшіліктерін жазуға қағаз жетпей қалады. Содан данышпан отырған бөлмеге кіріп: берген қағазыңыз жетпеді, әйелімнің кемшіліктерін жазуға мүмкін болса тағы 3 парақ бересіз бе, деп сұрайды. Сонда данышпан: берген қағазым жетпейтінін, және де сенің тағы да қағаз сұрайтыныңды біліп едім. Сен негізі әйеліңмен ажырасасың ба, әлде татуласасың ба, деп сұрақ қойыпты. Сонда жігіт: жоқ, 2 перзентім бар, ажырасу ниетім жоқ, тек әйелім сәл өзгерсін, маған бас иіп мойын сұнса деймін, деп жауап қайырады. Данышпан сонда жігітке былай дейді: еркектің әйелмен ешқашан теңдеспеу керек. Егер әйелі бас игенін қаласа, ерлік құқығын қолдан бермеу керек. Міне, саған да, оған да қағаз бердім. Әйелің жазса, сен де жаза беруің керек пе? Сен онымен тәжікелесіп тұрған соң, әйелің де солай жасайды емес пе? Сен еркексің, бірақ неге әйеліңнің әйелдік құқығына таласасың? Нағыз ер бол, бас бол, осыны ұмытпа. Қолыңдағы қағазды жырт та, мына ақ қағазды ал. Еш нәрсе жазба. Бөлмеге барып, мен шақырғанда ғана кел. Мен рұқсат етпейінше сөйлеме, деп бөлмеге қайта жіберіпті. Біраздан соң данышпан екеуін құзырына шақырып әйелге: қане, жазғандарыңызды оқыңыз, дейді. Әйел оқи кетіпті. Менің бар жоғымды да сезбейді, маған уақыт бөліп сұхбаттаспайды, көңіліме қарамайды, аяғы терлейді, сигарет шегеді, үйге тым кеш келеді, ерте кетеді, деп ұзын сонар тізімін оқып тастайды. Кейін данышпан: енді сен жазғандарыңды оқы, дейді күйеуіне. Күйеуі бос ақ парақты данышпанға береді. Сонда данышпан: әйеліңнің кемшілігін таба алмапсың ғой, деп жымияды. Сонда әйел күйеуінің еш нәрсе жазбағанын, демек ол өзін қандай болса да сүйетінін, оның кемшіліктерін жазып, қателескенін түсініп, күйеуінің аяғының астына өзін тастап, көзінен жас төгіле: кешіріңіз мені, мендей ынсапсызды кешіріңіз. Мен әдеттегідей маған теңдесіп, сіз де жазасыз деп ойлаппын. Мен ақмақты кешіріңіз, өтінем, депті. Күйеуі әйелінің мұндай әрекетін күтпеген еді. Бас иіп тұрғанын көріп, өзінің бұрынғы қателерін түсініпті. Бас иіп тұрған жұбайына сүйіспеншілігі, мейірімі ояныпты. Ерлі зайыптылар татуласып, данышпанға алғыстарын айтып, үйлеріне қайтыпты, дейді. Иман Ақиқат сайтынан алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.